Бүгін сіздермен қызылшадан 2 түрлі салат жасаймыз. Әр салат өзінше ерекше, дәмі бір-біріне ұқсамайды. Дәруменге толы дәмді салаттар. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Мені қолдап арнама тіркеліп қойыңыз. Мен 2 салатқа 3 үлкен қызылшаны асып алдым. Соны 2-ге бөліп, 1,5 қызылшадан қосамын. Бірінші салатымызға қызылшаны төртбұрыштап турап аламын. Туралған қызылшаны шұңғыл ыдысқа саламын. Кішірек пиязды жіңішкелеп турап, ортасынан бөлеміз. Және сарымсақтың 2 тішсесін ұсақтап турап аламыз, немесе үккіштен өткіземіз. 3 ас қасық толы жүгері қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, 2-3 ас қасықтай зәйтүн майын қосып араластырамыз. Айтпақшы, укроп, петрушка қосамыз. Салатымыз дайын, өте дәмді, пайдалы салат, күнделікті жасап тұруға болады. Екінші салатымызға 2 немесе 3 асылған жұмыртқа керек. Мен 3 кішірек жұмыртқа қостым. Үккіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Үккіштің ұсақ көзінен ірімшікті өткіземін. Қалған 1,5 қызылшаны да үккіштің ірі көзінен өткіземін. Біраз қасықтай күнжітті қызып тұрған тавада май қоспай қуырып аламыз. Шұңғыл ыдысқа қызылшаны, кішкене ірімшікті, жұмыртқаны, қуырылған күнжітті саламын. Дәміне қарай тұз, сарымсақ, 2 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық майонез саламын. Жақсылап араластырамын. Осындай дөңгелек қалыпқа нығыздап салатты саламын. Үстінен қалған ірімшікті саламыз. Мінекей 2 салатымыз да дайын. Жасап көріңіздер. Қызылшаның пайдалы екенін мен айтпасам да өздеріңіз жақсы білесіздер. Өте оңай, қарапайым заттардан жасалынады. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.